Баршаңызға қайырлы күн, әріптестерім, қайырлы күн. Менің жақсы жандарым, қайырлы күн. Менің жақсы өте керемет компаниям. Кім-кімге мен дәп өзіме осындай результат қатты қуанып отырмын. Результатым бар, отзывым бар. Осыны өзім нақты жаңа өзім таңертең бір тамшы, бір жақ мұрныма 2 тамшы, бір жақ мұрныма 1 тамшыдан тамыз салдым. Өйткені күн суық, қатты қайтадан жота басым қатты ауырған сияқты болды. Өткенде 1-2 рет тамызған болатынмын. Жақсы нәтиже болды. Енді жаңа таңертең біраз тамыздым. Әлгі кезерде бір 15 минут болды. Жота мұрнынан су аға берді. Қойшы қайтадан барып былай. Енді кешіріңіздер. Сіңгіріп тастайын деп келмеймін ба? Баняға келейші, көрейші, сіңгіріп тастайшы деп. Масқара, оказывается, басымның ауырғаны, сөйтсем, мына гной жиналып қалған ғой, гной. Маған өткенде мен сіздерге айтып өттім ғой, мен 8 жыл аллергиямен ауырдым. Маған гайморит болды, аллергиядан гайморит болды. Ол аллергиядан қалай гайморит болады? Маған дәрігер былай айтты, аллергиядан гайморит болады былай. Біз өз-өзіміз істеп аламыз. Нартизин құямыз, аллерганов құямыз, аллергияның бүкіл жаңағы себетін сеуіп, тамызатын тамызып үйстей береміз. Сосын мұрнымызды тарта береміз деп. Ол сосыннан гайморит болады. Гаймориттен гной болады да миға айналады. Содан адам ауыратында, содан гаймориттан аллергия өлтіріп та жібереді. Өйткені тұйшығамыз біз. Ауа жетпейді. Сондықтан менде осындай нәтиже, міне қазір фотосын түсіріп жіберем. Менде осындай масқара тура анау түскенде миымды бар ғой тесіп тұр, айттым ғой. Көзімнен жас емес, қан аққандай болды ғой. Масқара болды. Мен шокта болып отырмын ғой, шокта. Мынандай өткенде қою жасыл аққан. Тура қамақ болып түскен. Айтып отырмын ғой, тура тоқтамастан бір 25 минут әріге аға берді. Жаңа тағыра сөйтті. Оказывается, дәрі ары қарай барып өткенде бір ағызып тастадым ғой. Міне бүгін тамызғанда тағы да мына маңдайымнан, миымнан мына бәрі жаңағын бәрі ағып міне түсіп жатыр. Өйткені ол ары қарай емдеп жатыр. Нақты действительно енді мен тағы да тура айтамын, мықты, результат мықты. Алыңыздар, ерінбеңіздер, қолданыңыздар, алып қоймаңыздар. Бұл біздің аптечка. Қандай Гүлбира ханым айтады ғой, аптечка да. Рас, аптечка десе аптечка екен. Сумкаға салып аласыздар да жүре бересіздер. Бітті мұрныңыз былай сіздер көбі енді пышылдақ қалады деп айтады, көбі түшкіріп қалам дейді, көбі суық тиіп қалған деп айтады, көбі мұрным бітіп қалды дейді. Әркім әртүрлі сөйлейді. Соған қарағанда бір-бірімізді түсініп, сөзімізді де айтқан отзывтарымызды түсініп, жақсылап, міне результат. Мен маңдайым тура бар ғой, көзім жарқ ете түсіп ашылды ғой. Көзім ашылмайтын, қара бұлттанып тұратын. Тура бір ғой, өзім даже сөзім жоқ. Қазір фотосын салып жіберем сіздерге.